Эфирде К+ арнасы, студияда Жұлдыз Төлеу, армысыздар. 28 сәуір бейсенбі күннің басты оқиғаларына құлақ салыңыздар. Қазақстан билігі басындағылардың былықтары ашылуда. Бұл жолы Маңғыстаумұнайгаздың Қытайға қалай сатылған жөнінде құпия мәлімет жарық көрді. Қазақстанға келетін сапасыз дәрілердің дені Қытайдікі. Соған қарамастан бұл елден фармацевтикалық тауар әкелу тыйылмай тұр. Нұр Отан партиясы енді Қазақстандағы сот жүйесін бақыламақшы. Жоғарғы соттың 6 судьясы жемқорлықпен айыпталғаннан кейін билік партиясы осында шешім шығарды. Көктемгі егіс науқаны кезінде жана жағармай бағасы аспандап кетуі мүмкін. Кеден брокерлерінің қауымдастығы осындай жағымсыз болжам жасап отыр. Тіпті мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев та көрші Ресейдегі жанармай дағдарысына байланысты отын бағасы өсуі мүмкін екенін мойындады. Қазақстан, Ресей және Беларусь ортақ кедендік кеңістікке кіреді. Одақтың бір талабы бойынша мұнай өнімдерінің бағасы теңестірілуі тиіс. Оның үстіне бұл елдер дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға дайындалып жатыр. Қазақстан секілді Ресейде дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болатындары туралы мәлімдеді. Ал бұл ұйымның шарты бойынша қуат көздерінің бағалары елдің ішкі нарығында да экспортқа да бірдей болуы керек. Носители как внутри страны, так и при экспорте не должны быть одинаковые. Дегенмен бірнеше апта бұрын министр Мыңбаев бағаларды ырықтандырамыз деп уәде еткен еді. Жана жағармай Қазақстанда Ресеймен салыстырғанда 13%-ға арзан болады деді министр. Әзірге бензиннің қымбаттауы мен жанармай станцияларында ұзын сонар кезектің пайда болуы байқалмайды. Ал премьер-министр Кәрім Мәсімовті жанармайдың бағасынан көрі оның тапшылып кетуі мүмкіндігі көбірек мазалайтын секілді. Бүгін ол туиттеріндегі блогында мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаевқа елде жана жағармаймен қамтамасыз етуді бақылап отыруды тапсырғанын деп жазды. Wikileaks мұрағатынан Қазақстан компанияларының құпиялары табылуда. Әйгілі сайтта Маңғыстаумұнайгаз активтерінің Қытайға сатылған жөніндегі деректер жарияланған. Сайт дерегінше ол келісімнің шарттары Қазмұнайгаздың бұрынғы басшыларының намыстандырған көрінеді. Қазақмұнайгаз компанияларының активтері Қытайға сатылғаны туралы виртуалды әлемдегі хабар бірте-бірте сұлбасы бар, нақты өмірдегі көрініске айналып келе жатқан секілді. Әлемдегі құпия атаулыны жариялайтын интернеттегі Wikileaks виртуалды порталы бұл долбарға шынайылық элементін қосты. Онда жария болған құпия деректерге сүйенсек, Қазмұнайгаздың топ-менеджерлері бұл саудаға қарсы шыққан. Бұл масқара. Бізде қытайлықтармен қандай іс болса да үлкен қауіп, күдік, сапа, денсаулық, қоршаған орта үшін алаңдаушылық болады. Бірақ 10 миллиард доллардан қалай бас тартасыз? Wikileaks мәліметінше, бұл Иденовтың 2009 жылы Қазмұнайгаз бен қытайлық CNPC корпорациясы арасында келісім шартқа қатысты айтқан пікірі. Қазмұнайгаздың экс-вице-президенті Маңғыстаумұнайгазды сатып алу үшін Қытай 1,4 миллиард доллар, ал Қазақстан 5 миллиард доллар несие жұмсады деген. Дәл сол уақытта ресми дерек бойынша Қазақстан Қытайдан 10 миллиард доллар несие алған болатын. Бұдан кейін Қытай Маңғыстаумұнайгаздың жартылай қожайыны болып шықты. Жуырда ғана Қазақстанның бір қатар ірі мұнай-газ кәсіпорындарынан Қытайдың дәуле салуына наразылық білдірген хатқа қол қойғандардың бірі Мұхтар Тайжан бұл сауданы еш негізсіз деп есептейді. Маңғыстаумұнайгаз ол стратегиялық бір ұйым біздің. Сонда не үшін Қытайға 50% беруіміз керек? Өзіміздің қалтамызда ақша болғаннан кейін не үшін Қытайдан қарыз алу керек? Не үшін Қытайға 50% осы Маңғыстаумұнайгаздың 50% беруге не үшін керек? Мен оны түсінбей жүрмін мысалы. Ол саяси тәуелдігіне де әкеледі. Wikileaks құжаттарында бұл келісім шарт 2009 жылдың сәуірінде Назарбаевтың Қытайға ресми сапары кезінде жасалды делінген. Сондай-ақ Иденовтың үкімет тапсырысы болған соң орындауға міндеттіміз деген пікірі де жарияланған. Қазмұнайгаз компаниясы өсекке түсініктеме бермейміз деп түсініктеме беруден бас тартты. Осы қазақша айтсақ өсек, орысша айтсақ слухи дейді ғой. Политика компании, мы слухи неофициальной информации не комментируем.
Маңғыстаумұнайгаз Қазақстандағы өндірістік қуаты жөнінен 4-ші мұнай компаниясы. Тәулігіне 100 мың баррель мұнай шығарады. Wikileaks сайтындағы деректе оның 50% үлесіне ие болған қытайлық CNPC корпорациясы сәтті сауда жасады делінеді. Сарапшылар бұл сауда екінші тарап Қазақстан жағы үшін ең алдымен геосаяси қателік болды деп санайды. Әсел Керімбай, Тоқмолда Құсайынов, Алматы, Қазақстан. Ал аспанасты елдің мекендейтіндер саны 1,134 миллиардқа жетті. Қытай Халық Республикасында өткен халық санағының ресми қорытындысы осындай. Ол бойынша қытайлықтардың шамамен жартысы қалалы жерлерде тұрады. Қытай ұлттық статистика бюросының мәліметінше соңғы 10 жылда Қытай халқы 73,9 миллионға, яғни 6%-ға өскен. Ресми Бейжіңнің бір баладан артық тыйым салу саясатына қарамастан, Қытай әлемдегі халық саны жөнінде бірінші орынға ие. Бірақ керісінше санақ нәтижесінде белгілі болғандай, елде қарттар, яғни 60-тан асқандар көбейіп, балалар саны азайған. Осынау халықтың 1,5 миллионнан астамы қазақ ұлты болып табылады. Сіздер Қазақстан жаңалықтарын көріп отырсыздар. Қазақстан сыртқы істер министрлігі ақш мемлекеттік департаментіне Кирилл Денякиннің өліміне қатысты алаңдаушылық білдіретіндігі турасында дипломатиялық нота жолдады. Сондай-ақ дипломатиялық өкілдік америкалық биліктен марқұмның қазасына қатысты өтемақы талап етпек. Бүгін бұл жөнінде министрдің ресми өкілі мәлімдеді. Өз кезегінде елшілік Кирилл Денякиннің туыстарына американдық тарапынан өтемақы төлеу мәселесі бойынша жетекші заңгерлермен кеңесуде. Сондай-ақ елшілік американдық тарапты заңда көрсетілген тәртіпке сәйкес өтемақы талап ететіні жайында ескертті. Өтемақы сомасы әзірге белгісіз, себебі заңгерлермен келіссөздер жүргізілуде, деді Асқар Әбдірахманов. Айтуынша, қазірде Портсмут қаласындағы полиция департаменті қазақстандыққа оқ атқан полиция әрекетінің заңдылығын анықтау мақсатында ішкі тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ал марқұмның анасы Ирина Денякина ұлының денесін елге алып қайтуға ақшқа келді деп хабарлады. Бұл шараға сыртқы істер министрлігі де барынша көмектесеміз деп отыр. Материалды көмек жағы да қарастырылып жатыр деп мәлімдеді Әбдірахманов. Ол сонымен бірге тергеу ісін Қазақстанның консулдығы бақылауына алатындығын айтты. Түркітілдес мемлекеттер парламенттік ассамблеясының төрағалығы Қазақстанға өтті. Бүгін Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан билігі төрағалықты Әзербайжаннан қабылдап алды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бұл жиынға келмеді. Президенттің құттықтау сөзін мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджанов оқыды. Бұл ұйымға Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия кіреді. Ұйымның жалпы отырысына Астана декларациясы қабылданды. Негізінен құжатта түркі мәдениетінің дамуына Қазақстанның қосқан сүбелі үлесі ОБСЕ-ге сәтті төрағалық ету туралы жазылған. Бұдан бөлек былтырғы жылдың сәуірінде Әзербайжанда өткен мәдениетаралық диалог форумына жоғары баға берілді. Бұған қоса түркі елдерінің парламенттік ассамблеясы Қырғыз еліндегі саяси әлеуметтік ахуалды тұрақтандыруға мүдделі. Бүгін саяси шешімдер институтында оппозиция өкілдері мен басқарушы биліктегілер және сарапшы қауым өкілдері бас қосты. Дөңгелек үстел аясында саяси саясаткерлер саяси модернизация жөнінде сөз қозғады. Оппозиция өкілдері Қазақстандағы кез келген модернизация мен реформалар тек қазіргі басқарушы биліктің мүддесі үшін жасалатындығын айтты. Нисколько не стесняясь, а когда... Еш ұялмастан билік тарапы парламентте оппозиция деп аталатын екінші партия құрғысы келетіндігін айтады. Бұл өзгеде әлеуетті партияларды кемсітумен пара-пар. Парламент өз ережесі бойынша фейс-контроль жүргізетін түнгі клуб емес. Чтобы кто-то у входа проводил парламентский фейс-контроль... Өзгеде оппозициялық партия өкілдерінің ұстанымы осындай болды. Руханият партиясының лидері Серікжан Мамбеталин, тіркелуші Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен экономист Мұхтар Тайжан да саяси реформалардың тек билік тарапы үшін жасалатындығын сөз қылды. Ал мәжілісмен Тәңірберген Бердоңғаров болса, бұл жерге тек тыңдау үшін келгендігін айтқанымен, жиын соңында оппозиция тарапынан айтылған мәселелерді жүйесіз деп бағалады. Менен осыған дейін айтылған пікірлерді жазып алу үшін келдіңіз бе деп сұрады. Ал егер мен өзімнің субъективті ұстанымды жариялайтын болсам, мұнда тек күлу үшін келгендер басқаша қабылдар еді. Это не будет должным образом воспринято во всяком случае той аудитории, которая пришла сюда посмеяться.
Бас прокуратура бүгін жоғарғы соттың 2 судьясы қамауда отырғанын ресми түрде хабарлады. Алмас Тәшенова мен Сәулетбек Жәкішевтерді абақтыға отырғызу сот шешімі негізінде жүзеге асты делінді. Жоғарғы соттағы жанжал өршіп тұрған уақытта Нұр Отан партиясы сот жүйесіндегі жемқорлыққа қарсы күрес комитетін құрды. Билік партиясындағылар біздегі сот атқарушы билікке тәуелді екенін мойындап отыр. Партиялар мен қоғамдық ұйымдар кіру керектігі бас айтылды. Жиынға қатысқан отставкадағы судьялар қазіргі сот жүйесі билікке тәуелділігі салдарынан беделін жоғалтып, жемқорлыққа белшесінен батты деп сынады. Билік партиясы бұл жайтты мойындады. Соңғы 2 жылда судьяларға қатысты жемқорлық қылмысы бойынша 11 қылмыстық іс қозғалды. Келтірілген статистика мен фактілер сот жүйесінде үлкен проблема бар екенін айғақтай түседі. Мұндай жағдайда соттар қызметтің ашық болмауынан және олардың қызметіне қоғамдық бақылау жасаудың тиімді механизмі болмауынан болып отыр. Жуырда ғана жоғары соттың 6 бірдей судьясы қызметінен босатылды. Экс-судья Тагир Сисенбаевтың пікірінше, содан кейінгі уақытта сот жүйесін үрей билеп алған. Саяси істерді қарағанда мемлекет мүддесіне шешім шығаруға дағдыланған судьялар енді өз қызметтерінен айырылып қаламыз ба деп қауіптенеді. С недавних событий после отстранения 6 судей Верховного суда 6 судьяның қызметінен босатылу оқиғасынан соң бұқаралық ақпарат құралдарынан естігенім төтенше тәртіпте судьялар съезі өтіп, аймақтарда жиналыстар ұйымдастырылған. Судьяларды қазір үрей билеген, сыбырласып қана сөйлеседі. Судьи просто запуганы. Айтпақша 6 судьяны аластатуда билік заң талаптарын орындамады деген осы Сисенбаев болатын. Заңға сәйкес сот шешімі шыққанша олар бірден қолмай алдымен қызметтен уақытша шеттетілу керек деген. Алайда әріптестері оның пікірін қостамады. 6 судья кеткен судья. Сондықтан бұл жұмысқа алу, жұмысқа тағайындау, жұмыстан босату ол сенаттың құзырында. Біз сенат жоғары соттың судьяларын тағайындайды, так? Олар. И сенат президенттің ұсынысымен оларды босатады. Ал Қазақстан судьялар одағының төрағасы оларды шеттетуге де немесе біржолата қызметтен босатуға болады деп санайды. Айтуынша ондай құзырет тек бір адамның қолында. У президента есть право, значит, и то, и другое. Президент босатуға да шеттетуге де құқылы. Егер ол судьялар жұмысынан процессуалдық әрекеттен тыс жайттарды байқаса және судьяны қызметіне сай емес деп тапса, екі шешімнің бірін қабылдай алады. Несовместимые с судейской деятельностью. Алтауала болса ауыздағы кетеді. Экс-судья Елубаев кадр мәселесіне шүйлікті. Бүгінде сот жүйесіндегі мамандардың 50% өз қызметіне лайық емес деп мәлімдеді ол. Мысал ретінде өзі қызмет атқарған Алматы қалалық сотының төрағасын келтірді. Он вообще не понимает. Ол даулы жайттардың ақ-қарасында түсінбейді. Есесіне қарамағындағыларды балағаттай алады, кабинеттен қуалады, тіпті төбелесуге де дайын. С кабинета он может даже подраться. Жиналғандар келтірген негізгі түйткілдерге себеп ретінде кадр тарту, материалдық және қаржылық шаруашылық жүргізу сияқты бұрын Әділет министрлігінің құзырында болған міндеттердің сот жүйесіне берілуін атады. Айтуларынша 2001 жылдан бері Қазақстанның сот билігі халық алдындағы беделін жоғалтумен келеді екен. Берік Дүйсенбай, Әсет Садуақасов, Астана, Қазақстан. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің онлайн конференциясы Закон Кезет порталында өтетін болды. Сайтқа 2000-ға жуық адам дауыс берген деп жариялады. Дегенмен бұл қорытындыға күмәнмен қарайтындар көп. Дауыс беру 26 сәуірде басталып, оған 9000-дай ғаламтор тұтынушылары қатысты делінді. Үкімет басшысының интернет конференциясына Азаттық радиосы, Facebook, YouVision, Нұр Кезет және басқа 16 сайт таласты. Азаттық мәліметі бойынша алғашқы күні радио 10.000-ға жуық дауыспен суырылып алға шыққан. Бірақ кейін ол нәтиже кибер шабуыл жасалды деп алынып тасталынды. Азаттық мұны Кәрім Мәсімовтің қолмен жасалған цензура деп бағалады. Содан кейін үкімет басшысы Азаттық сайтында қосымша конференция өткізуге уәде берген. Бұл жағдайлардың бәрі интернет қолданушылар алдында дауыс беру процесіне көлеңке түсіріп отыр. Сіздер Қазақстан жаңалықтарын көріп отырсыздар. Адам денсаулығына қауіпті сапасыз дәрілер Қазақстанның фармацевтикалық нарығын жайлап барады. Бүгін Алматыдағы жиында сөз сөйлегендер осылай деп дабыл қақты. 2006 жылы оңтүстік Қазақстанда ВИЧ індетін жұқтырған балаларға сапасыз дәрілер берілгені туралы ақпар қоғамды дүрсілтірген еді. Тегін дәрі-дәрмектің орнына формуласы ұқсас, әсері басқа медицина өнімдерін басқа емес СК фармация мемлекеттік компаниясы таратқанында есте. Бірақ мамандар сол оқиғадан кейін де жағдай оңалмады дейді. Толығырақ Шернияз Шағатайдың бейнематериалында.
2010 жылы ВИЧ індетін жұқтырған шымкенттік балалардың ата-аналары СК Фармация компаниясының менеджерін кепілге алып, қауіпті, сапасыз дәрі берген кінәлілерді жауапқа тартуды талап еткен еді. Менеджерді тұтқынға алғандардың бірі Қанат Әлсейітов сапасыз дәрі-дәрмек сату мемлекеттік оператор үшін де бизнеске айналған дейді. Біздегі дәрігерлердің ешқайсысы зерттеліп жатқан жоқ. Мұның арты өлімге алып келеді. Менің де ұлым өлім аузынан қалды. Бұл менің отбасыма ауыр соққы болды. Жығылғанға жұдырық болды десем болады. Предназначены для стран третьего мира. Бүгін Алматыда бас қосқан мамандар дәрі-дәрмектердің 90% шетелден келетінін және оларды толық тексерудің мүмкін еместігін айтты. Сапасыз, кейде тіпті қауіпті дәрілердің басым бөлігі Қытайдан жеткізіледі. Мұны денсаулық сақтау министрлігі де мойындап отыр. Бізде мұндай проблема бұрыннан бар. Фармацевтикалық өніммен күресу үшін құрылған комитет құрылғанымен, елде сапасыз дәрілердің, оны тасымалдаушылардың саны азаймай тұр. Тіпті сапасыз өнімді сату үшін арнайы бір күндік фирмалар да құрылып жатыр. Амансаулық қорының мүшесі Рахима Дүйсенова Қазақстан нарығындағы дәрі-дәрмектің 20%-ын сапасыз дейді. Олардың басым бөлігі Ресей және жоғарыда аталған Қытайдан келеді. Үкіметтік емес ұйым белсенділері бұған кеден қызметі мен қаржы полициясын кінәлайды. Кеден қызметкерлеріне көптеген сұрақтарымыз бар. Бақылаушы органдардың жұмысына күмәнмен қараймыз. Себебі Қытайдың салмақ түсіруге арналған дәрілері қаптап кетті. Мұндай дәрілер адам ағзасына өте зиян, бедеулікке алып келеді. Соңғы жылда дәрі-дәрмекті мемлекеттік сатып алу көлемі 30%-ға ұлғайған. Дәріханадағы сапасысын көтермейтін дәрілерде осыншама көлемде көбейді дейді мамандар. Ал соңғы жылда Амансаулық қорына хабарласқан 3,5 мың адамның жартысына жуығы дәрі-дәрмектердің сапасына шағымданған. Шерния Шағатай, Бауыржан Ыдырысов, Талғат Өмірбек, Алматы, Қазақстан. 3 жыл бұрын Қырымғанды безгегі өршіген оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында дәрігерлер аллеясы ашылды. Сол кезде адам өмірін сақтап қалмақ болған дәрігерлердің өзін кінәлаған еді. Енді денсаулық сақтау министрлігі ол есімдерді өмір үшін өз өмірін қиғандар тақтасына жазатын болды. Дәрігер Қайрат Оспанов бүгін 10 жыл бойы иық тіресіп еңбек еткен әріптесі әрі ұстазы болған Сайлаубек Өскенбаевты еске алуға келді. 3 жыл бұрын Кенеден келетін Қырымқанды безгегін жұқтырған, әйелді босандырған 3 дәрігердің бірі хирургия бөлімінің меңгерушісі Өскенбаев болатын. Түркістан қалалық ауруханасында болған оқиғадан кейін денсаулық сақтау министрі Досқалиев дәрігерлердің қайтыс болуына олардың қарапайым медициналық ережелер сақтамау себеп болды деген еді. Кінәлі деп айтуға болмайды. Ол кісілердің орында любой дәрігер болуы мүмкін. Мен бір жағынан ойлайтын себебім, ол иногда бывает, тігіп атқан кезде там манипуляция тігіп жатады, сол кезде, нечаянно прокол болады там через перчатку. Может, такие случаи были. Соны сөйтіп ойлаймын да, мен атак болар қойдым. Без перчаток істемейді ол, тем более операция қылған. Дәрігерлерге арналған гранит тақтада өмір үшін өз өмірін қиғандарға арналады деп жазылған ескерткіш Қазақ-түрік клиникасының алдына орнатылды. Дәрігерлер аллеясындағы жаңа ескерткіште әзірге 3 дәрігердің аты жазылады. Бұл Қазақстандағы алғашқы дәрігерлер аллеясы. Оның құны 1,5 миллион теңгені құрайды. Қырымқанды безгегінен көз жұмған дәрігерлердің ісі облысты дүр сілкіндірді. Эпидемияның басталғанын жасырды деп денсаулық сақтау департаментіне кінә таққан прокуратура қылмыстық іс қозғаған еді. Ал денсаулық сақтау басқармасының басшылығы дәрігердің індетті сырттан жұқтыруы мүмкін деп ақталған болатын. Ал бүгін ескерткіштің ашылуына келгендер өмірге араша болғысы келген дәрігерлерді кінәлауға ешкімнің құқы жоқ десті. Дәрігердің кінәлаудың өзі қиын нәрсе. Өмірді Алла Тағала береді. Өмірді Алла Тағала алады, басқа ешкім алмайды. Бірақ оған бір себеп болады. Енді дәрігер соған себеп болды, кейбірде біз жала, оның тұз нәсібесі біткен, оның сағаты біткен. Ол қандай дәрігер болғанда да оны алып қала алмайды. Егер алып қалатын болатын болса, Сталинді алып қалар еді, Брежневті алып қалар еді ғой. Соларды алып қаламадық бұл. Сол үшін дәрігерді кінәлаудың өзі дұрыс емес. Түркістандағы оқиғадан кейін көз тірі қалған дәрігерлер сотқа тартылған еді. Кемшіліктері дәлелденгенімен екі жақтың татуласуы себепті іс тоқтатылған болатын. Ал Кенияның кесапатына ұшыраған ақ халаттыларға алтын дәрігер атағы берілді. Аурухана төрінен тақтайша орнатылды. Ал марқұм дәрігерлердің әріптестері әлі күнге дейін дер кезінде дұрыс диагноз қойылғанда олар аман қалар еді деп отыр. Мейрам Кәрі, Ильдар Жүнісханов, Оңтүстік Қазақстан облысы.
Алматылық сот «Голос республики» газетіне айыппұл салу ісін кейінге шегерді. Ауданаралық мамандандырылған әкімшілік сот Қаржы министрлігі сарапшы қорытынды шығарғанша салық мекемелеріне айыппұл төлеуге қатысты істі тоқтату туралы бұқаралық ақпарат құралдары өтінішін қанағаттандырды. Бұған дейін айтып өткенімізде Алматыдағы аудандық салық басқармасы тексеру жүргізіп, соның нәтижесі бойынша басылымға және «Голос республики» газетінің иесіне әкімшілік айыппұл салған еді. Редакцияға төленбеген мыс деген себеппен қомақты айыппұл салынған болатын. Мемлекеттік мекемелер басылымның жұмыс деген уақытынан бергі табысты есеппен жалақы газет басу ісіне ғимаратты жалдауға кететін және өзге де шығындарды қаперге алмаған. «Голос республики» басылымы бұл құжат пен салықшылардың шешімін растамады. Қазірде сот айыппұл салу ісін тоқтатты. Отырыс Қаржы министрлігінің салық төлеуге байланысты қорытындысы шығарылғаннан кейін жалғасын табады. Есенбек Өктешбаев қалалық сотта жеңілді. Баспананы халыққа қалдырайық ұйымы жетекшісінің аудандық сот шешіміне шағымын Алматы соты қанағаттандырмады. Бар болғаны 15 минутке созылған сот отырысында судья Селицкая шұғыл шешім шығарды. Вы имеете право в течение 15 дней с момента получения постановления обжаловать его в кассационную инстанцию. До свидания. Есенбек Өктешбаев өзі борышкері болып отырған Темірбанкты сотқа берген еді. Ұйым жетекшілерінің мүддесін сотта заңгер Денис Әлімбеков пен Сәния Нұғманова қорғады. Ал адам құқығын қорғаушы Вадим Құрамшинның отырысқа қатысуына тек қалалық сотта ғана рұқсат берілді. Өктешбаев соттан банкпен келісім шарттың кейбір баптарын жоққа шығаруды талап еткен. Өйткені Темірбанк үлес пайызын ұстап қалып, бұған қоса құжатқа жарты жыл сайын сыйақы үстемесін біржақты өзгертіп отыру құқығы жазылған. Аудандық сот іске қатысты материалдарды қатыстыру туралы көптеген ұсыныстарды қабылдамаған еді. Қалалық сотта да жеңілген Өктешбаев әрі қарай күресе бермек. Закон гласит, если отсутствует Заң бойынша егер апелляциялық әрекеттің арнайы протокол болмаса, екінші инстанция бостандық аудандық сот шешімін өзгеріссіз қалдыруы керек еді. Алайда біздің үнімізді ешкім естімеген сияқты, әлі де шындықты іздейтін боламыз. Қазақстанда жұмысшылар құқығы тапталып, еңбегі қаналып отыр. Ал құқығын қорғауда жұмысшылар әлсіздік танытуда. Бүкіл әлемдік еңбекті қорғау күніне орай өткен баспасөз мәслихатына қатысқандар осылай дейді. Сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі көп бұзылған салаларды атап көрсетті. Ал осы жағдайды орындау шарасыздық танытып отыр. Тілші жалғастырады. Кәсіподақ өкілдері Қазақстанда жұмысшылар әсіресе құрылыс нысандарында қайғылы жағдайға жиі ұшырайды деп есептейді. Химиялық зауыттарда да төтенше оқиғалар жиі болып тұрады. Елде соңғы 5 жылда еңбек қауіпсіздігінің сақталмауынан 500-ге жуық жұмысшы қаза тапқан. Кәсіподақтағылар өндіріс нысандарында зардап шеккендерге тиесілі өтемақыға келгенде жұмыс берушілер заңды белшеден басып отыр дейді. Бізде қан заводы 600 адам істейді. 600 адамның өзі завод тоқтаған кезде соның бір 20% ғана жұмыс істейді, қалған бәрі не аржыздыртады. Өз қолынан аржас, чтобы үйде отырғанға жұмыссыз без работы, как без содержания отыр деп аржыздыртады. Заң бойынша 50% адам жұмыс істемесе, по вине қалай болады? Иенің иесінің несімен кімнен болады? Иеден болады. Сол төлеу керек 50%. Ол жағынан ол төлемейді. Бұған қоса жұмысшылардың еңбек демалысы, зияндылық үшін төлемақы алу құқығы да сақталмай келеді. Бұған жол бермеудің бірден-бір жолы кәсіподақ құрып бірге күресу. Алайда бюджеттік мекемелерде кәсіподақтар әдетте басшылыққа қарсы келмей, солардың ығында қалса, қалғандарын еңбек құқықтарын қорғауға елдегі әлеуметтік ахуал мүмкіндік бермей отыр. Олардың қосымша басқа жұмысының орны жоқ. Әрбір өз жағдайын ойлайды, жанұясының жағдайын ойлайды. Соған қарап, амалсыз олар осындай жұмысты атқарады. Неге десеңіз, бір-екі адам дауыс көтерсе, ертең жұмыссыз қалатын түрі бар. Соны көріп, олар өздерінің көңіліне қарамай, жұмыс беретін адамның көңіліне қарайды. Заң бойынша жұмыс берушінің еңбек кодексін орындамай, жұмысшылар құқын сақтамауын үкімет қадағалауы керек. Алайда мамандардың айтуынша, оған биліктің де шамасы жете бермейді. Бүгінде Қазақстандағы еңбекті қорғау аянышты халде. Неге? Біріншіден, министрліктегі мемлекеттік инспекторлар саны шектеулі. Инспекторлар жетпейді, ал бақытсыз жағдайлар көп. Екіншіден, жұмыс берушілер өндірістік апаттан зардап шеккен қызметкерінен жұмыстан тыс жарақат алдым деп жазғызып алуды әдетке айналдырған.
Жұмысшылар еңбегінің қорғалмай отыруының тағы бір себебі жұмыс берушімен арада ұжымдық келісімшарттың жоқтығы. Мәселен, Алматы қаласындағы жұмыс орындарының 4%-ында ғана осындай құжат бар. Ал еңбек кодексі нормативтерінің 80%-ы ұжымдық келісімшартқа сілтеме жасайды. Азамат Есберген, Асан Амилов, Алматыдан. Қарағандыдағы ArcelorMittal теміртау компаниясының өндіріс орындарына еңбек қауіпсіздігін сақталмауынан өткен жылы 9 жұмысшы қаза тапты. Жыл басынан бері мұнда бір кенші көз жұмды. Ата кетерлік жайт 2008 жылғы теміртау шахталарында 45 кенші қаза тапқан еді. Компанияның бас директоры Франк Панер еңбек қауіпсіздігін күшейтуге уәде берді. Өткен жылы 9 адам қаза тапты біздің мекемелерде. Бұл әрине аз көрсеткіш деп айта алмаймыз. Жылдан жылға бұл сандарды жоқ қылу керек. Бірақ барлығында басшылыққа сілтеп отыра беруге болмайды ғой. Әрбір адам қандай өндірісте істейтінін біліп, соған дайындықпен, сақтықпен келуі керек. Әлемнің 62 елінде өндіріс орны бар. Алпауыт компанияның 2010 жылғы табысы 78 миллиард доллар болды. Миллиардер Лакшми Миттал қожалық ететін мекемедегілер өндіріс ошақтарына қаза болған кеншілерді еске алды. Компания жұмысшыларға салтанатты шара ұйымдастырып берді. Еңбек қауіпсіздігін сақтау үздіктеріне сыйлықтар табыс етілді. Металлургтер кәсіпорынның төрағасы компания ішкі мәселелердің реттемесе, өндірісте құрбандары азаймайды деп отыр. Проблемалы мәселелер көп. Ол жұмыскерлердің жалақысы, жұмыс орындарының азаюымен жұмыскерге 2 есе салмақ салу. Сонымен қатар тозығы жеткен құрылғылар, осының барлығы еңбек қауіпсіздігі мәселесіне кері әсерін тигізеді. Бүгінгі күннің басты оқиғалары осында. Ертеңге дейін аман болыңыздар.